Қою қызыл түсімен белгілі, бұл көкөніс жер жаһанды қанық түсімен бөлдіріп жүретін біріміздің сүйікті, енді біріміздің аузымызға мүлде алмайтын көкөністердің бірі қызылшаның құпиясын бірге ашайық. Бұл видеода қызылшаның шығу тарихы мен құпиясы жайлы болады. Кімдерге қызылша пайдалы, қандай ауруларды емдейді, зияны қандай, осы туралы айтамын. Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы. Егер сіз бұл видеоны көріп отырсаңыз, маған тіркеліп, подписация кнопкасын басып кетіңіз. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз бізді шабыттандырады. Подписация кнопкасын басып кетуіңізді сұраймын. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, қызылша ежелден бері адамзаттың сенімді серігінің рөлін атқарып келеді екен. Біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдары қызылшаның жапырақтары көкөністер ретінде және әртүрлі ауруларда шипа болатын дәрі ретінде пайдаланған. Қызылша аты аталатын ежелгі құжат ретінде Вавилон патшасы бақшасында егілген өсімдіктердің тізімін атауға болады. Көп ғасыр қызылшаның отаны Вавилон деген қорытынды жасап жатады. Аталған жазбада қызылша жергілікті көкөніс емес, Сириядан әкелген деп айтылады. Бертін келе қызылша Азия халықтары мен жер орта теңізіне таралып кетеді. Халық медицинасында дәрі-дәрмек ретінде қызылшаның жапырақтарын ғана емес, тамырларын да пайдаланғандығы Гиппократтың еңбегінде дәлелденген. Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан деседі. Тіпті оның кереметтілігі сонша Гиппократтың өзі айтып кеткен екен. Қызылша жемісі шикідей де пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігерлер де бүгінде ғалымдар да жоққа шығармайды. Сонымен қызылша шырынның нақты қандай ауруларға шипа болатындығы туралы айтайық. Қан қысымын түсіретін қолжетімді жеміс не десе, ол қызылша. Мамандардың айтуынша, қан қысымын түсіретін пайдалы көкөністердің бірі кәдімгі қызылша. Көкөністің әсіресе жүрек-қан жүйесін жақсартатын, жүрек-қан жүйесін жақсартуға, қан тамырларының патологиялық алдын алуға көмектеседі. Қызылша қалай қан қысымын түсіруге көмектеседі деген жауап мынадай. Қызылшаның құрамында флавоноид атты заттар болады. Оның жақсы бір қасиеті қан тамырларды бітеп тастайтын жаман холестеринді ағзадан шығаратыны. Ал қызылшаның құрамындағы пектин атты зат өттегі холестеринді шығарып тастауға, сол арқылы инфаркт пен инсульттың алдын алуға көмектеседі. Қызылшадан жасалған шырынның да қан қысымын түсіретін пайдасы бар. Қызылша шырындағы азот оксиді қан тамырларының босап барынша кеңеюіне, сол арқылы қан айналымын жақсартуға септігін тигізеді. Бір стақан немесе 200 мг қызылша шырынының ішсеңіз болғаны, 2-3 сағаттан кейін қан қысымыңызды түсіріп, ағзаның жағдайын жақсартады. Бірақ мамандардың бір ескертетіні бар. Гипертонияға шалдыққан жандардың қызылша шырынын ішуге нормасын дәрігермен ақылдасып келіскені жөн. Қызылша шырынның емдік қасиеті орасан, ал дайындауы 5-ақ минутты қажет етеді. Нәтижесінде тұла бойыңыздағы билеген аурудан әп-сәтте айығасыз. Қызылша ангинаны емдейді. Тамақ ауруының кез келген түрінде қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз ағзаға, ішекке, бауыр, бүйрек, несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып, жөтел асқынғанда еш ойланбастан қызылша шырынын тамағыңызбен шаясыз. Ал мұрын бітеліп, гайморит мазаласа, қызылша шырынын 5-6 тамшыдан тамызасыз. Бұл ем 3 рет қабылдағаннан соң керемет нәтиже береді. Ал баспаны емдеу үшін бір дана шикі қызылшаның қабығынан тазалап, үкіштен өткізесіз. Бір стақан езілген қызылшаға бір ас қасық алма сірке суын араластырып, тұндырып қоясыз. Шамамен 30-40 минуттан соң тұнбаны қабатталған дәкенің көмегімен сығып аласыз. Дайын болған шырынды бір ас қасықтан ішіп, қалғанын тамағыңызды шаясыз. Қызылша миды жасартады. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілеті нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылшаның шырынына көмегіне жүгініңіз. Егер күніне бір стақан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз,
Онда ми жасарып, жұмысын жақсартады. Әсіресе қан қысымын тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем көрінеді. Бір стақан қызылша шырыны қан қысымын қалыпты ұстап, көңіл күйіңізді көтереді. Көкөністің шикі немесе қайнатылғандығы маңызды емес, бірақ оның пайдалылығына байланысты химиялық құрамы, энергетикалық құндылығы, дәрумендер мен микроэлементтер толығымен сақталады. Қызылшаның құрамында өте көптеген дәрумендер мен микроэлементтер бар. Соның бірі йод. Йодтың жеткілікті мөлшерде адамды физикалық және ақыл-ой мен белсенділігі үшін энергиямен қамтамасыз етеді. Ағзаның өсуіне, дамуына және жасушалардың қалпына келуіне ықпал етеді. Йодтың тапшылығы болмағанда адам өзін сергек, өмірлік күшке толы, сау және көңілді сезінеді. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап, оған қызылшаның қабығының астындағы көп мөлшерде кездесетін В дәрумені ықпал етеді. Қызылшада бұлшықет массасын арттыруға көмектесетін магнийдің мөлшері өте көп. Қызылшаның тағы да бір емдік қасиеті бұлшықетті қалпына келтіреді. Қызылша шырыны бұлшықеттің ауруын басады әрі қатайтады. Спортпен айналысатындарға күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылшаның шырынын ішуге кеңес береміз. Физикалық жаттығу үздіксіз қозғалыс ауыр заттарды бұлшықетке салмақ салады, ал оны қайта қалпына келтіру бірден-бір ем қызылша шырыны болып табылады. Менің айтқан кеңестерім пайдалы болды деген сенімдемін. Ауырмаңыздар, ем болсын, маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып кетуіңізді сұраймын.